Қайырлы күн достар. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Көк шай өте пайдалы сусындардың бірі. Егер көк шайды қансыз ішіп, кеңестерімізді бұлжытпай орындайтын болсаңыз, 4 апта ішінде 5-6 келідей арылуға болады. Бұл сіз ойлағандай керемет нәтиже болмауы да мүмкін. Бірақ сіз көк шай арқылы денсаулығыңызға ешбір зиянын тигізбей салмақ тастауға қол жеткізесіз. Себебі көк шай тек диета жағдайында ғана емес, денсаулыққа да тигізер пайдасы мол. Шайдың бұл түрі антиоксидантқа бай, қартаюды тежеп, артериялық қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ағзадан токсиндерді, тұздарды шығарып, қабынудың алдын алады. Сонымен қатар үнемі көк шайды ішіп жүрген жағдайда қан тамырлары нығайып, тазара түседі екен. Көк шайдың арықтауға әсері қандай? Көк шай зат алмасуды жақсартып қана қоймайды. Оның басқа да пайдалы қасиеттері көп. Мысалы, көк шай несеп айдайды. Сол арқылы ағзадағы артық сұйықтықтарды сыртқа шығаруға қауқарлы. Көк шайға майсыз сүт қатып ішетін болса, несеп айдайтын қуаты арта түседі. Сондай-ақ аяқтың ісінуінің алдын алып, ағзадағы жылу алмасу жүйесін жақсартады. Ғалымдардың зерттеуіне сенер болсақ, көк шайды күніне 3-4 рет ішкен жағдайда еріген майдың көлемі 45%-ға артатын көрінеді. Бұдан бөлек қандағы қант мөлшері азайып, тамақтың қорытылуын жылдамдата түседі. Ол үшін тамақтанудан жарты сағат алдын бір шыны көк шай ішіп алған жеткілікті. Сонда күндегіге қарағанда азырақ тамақтанатын боласыз. Көк шай арқылы арықтағыңыз келсе, мынадай шарттарды орындауға да тура келеді. Шайды қансыз ішу керек. Тіпті қант алмастырғышты да пайдалануға болмайды. Демделген көк шайдың дәмін кіргізгіңіз келсе, бір тілім лимон, жалбыз немесе кептірілген жидектер салып ішу ұсынылады. Сондай-ақ арықтауды жылдамдату мақсатында шайға даршын немесе кептірілген зімбір қосыңыз. Бұл қоспалар тағамның құнарлылығын азайтады. Көк шайды салқындатып ішкен де пайдалы, өйткені ағза салқын шайды жылыту үшін де энергия жұмсайды. Мұндайда сіз тағы 50 калория жоғалта аласыз. Күні бойы көк шай ішуден жалықпаңыз. Көк шайдың мүлде құнарлылығы жоқ, сондықтан да оны шөл қысқан сайын іше беріңіз. Алайда көк шайды ұйқыға жатардан алдын ішпеген дұрыс. Қарынның ашқаны сезілетін болса, бір алма немесе қияр жеген дұрыс. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.